Дәрілік заттардың сіңуі дәрілік заттың енгізілетін жерінен қанға өтуі. Ауыз арқылы дәрілер асқазанға түседі. Онда олар ериді және асқазанды жабатын эпителий жасушаларының жасушалық қабықшалары арқылы өтеді, немесе асқазан арқылы аш ішекке ерімей өтеді. Бұл жерде сіңуінің ең көп тараған жағы дәрілік заттар ериді және ішек қабырғасы арқылы өтеді. Ауыз арқылы енген препараттар бауырдың қақпа венасына түседі. Бауырға түскеннен кейін бірінші фильтрден өтеді. Бауыр препараттың бір бөлігін метаболиздендіреді немесе инактивациялайды. Оны өт арқылы ағзадан шығарып отырады. Қалған бөлігі, өт арқылы шықпаған қалған бөлігі бүкіл ағзаға тарап, нысана органдарға жалпы қан айналымына барады. Егер препарат көктамыр ішілік инъекция арқылы енгізілсе, ол тікелей қанға өтеді. Осылайша асқазан ішек жолында сіңуін айналып өтеді. Бұлшықет немесе тері астына енгізу арқылы препарат бұлшықетке немесе тері асты тіндерге енеді. Онда ол жасушалар арасындағы саңылаулар арқылы капилляр қабырғаларына өтеді. Содан кейін жалпы қан айналымына немесе нысана органдарға барады. Сондай-ақ асқазан ішек жолдарында сіңуді айналып өтеді. Қанға нақты сіңетін дәрілік препараттың биожетімділігі бауырдың біріншілік фильтріне байланысты 100-ден аз. Көктамыр препараттардың биожетімділігі 100%-ді құрайды, өйткені олар бауырдың біріншілік фильтрінен өтпейді. Және әртүрлі дәрілік формалар биожетімділігін өзгертеді, өйткені олар бірдей жылдамдықта немесе бірдей дәрежеде сіңірілмейді. Мысалы, таблеткалар өзара кодталған әртүрлі жылдамдықта ериді. Дәрілер асқазанда емес, жіңішке ішекте ериді, өйткені асқазанның босатылу уақыты әр адамда әр түрлі болады. Сіну уақыты да өзгереді. Тұрақты босату формулалары әртүрлі жылдамдықпен еритін кішкентай шарларды қамтиды. Бұл күні бойы тұрақты түрде дәрілер босап шығады, бірақ сонымен бірге айнымалы сіңеді. Бұл дәріге әсер ететін кейбір факторлар абсорбция, ерту жылдамдығы, тезірек еритін дәрілік заттар бетінің ауданы тезірек сіңеді. Өйткені аш ішектің шырышты қабаты асқазанның шырышты қабатына қарағанда көбірек беткейге ие болғандықтан.